Сәлем достар, сіздермен бірге Жайдарман сұхбат және мен Фұрқат Құрбанов. Бүгінгі біздің қонағымыз керемет жайдарманшы, жуалы құрамасы Қайрат Оразбеков ағамыз. Қош келдіңіз, Қайрат. Қалайсыздар? Сондай сұхбат болатын сияқты бүгін. Вообще серьезіңіз жоқ болып кететін сияқты. Қайрекке қош келдіңіз. Жайдарманшылар аудиториясына белгілі, жайдарман аудиториясына беймәлім жайдарманшы Қайрат деген кім? Қайрат деген мен. Бір сөз өйдіріз ба? Мен шығып ап бір бәле деп жаңдай. Біз анандай командамыз ғой. Анандай емес, әкендей деп айтшы. Әкем ренжіп қалмасын. Кетшей. Нан жоқ деп ойлаңыздар. Қайрат деген ол қарапайым жігіт өте. Араласқанға өте күшті деп өзім мықты регламент. Номерін жазып кетсе. Номерін жазып алыңыздар деп. Білмеймін, өзім туралы айтқан қалай болады екен өзім. Жалпы таныстырып. Тараз қаласында туылғам 92 жылы, содан 92 жылы 2007 жылы бастадым КВН-ді, мектепте 9 класста бастадық. Өзі Біржан Шөпбаев деген ағамыз бар, Боря. Сол кісінің школасымыз негізі. Мектептен сол кісі бастап дайындады. Сол кісінің стиліне құсап өзіміз. Одан кумирім, например, Қанат Әлжаппаров. Сол кісіге қатты қызықтым. Сол кісінің наподобие, сол кісінің шуткалары сияқты ойнағым келді кезінде. Бірақ халық қабылдамайтын да оны. Местныйда ойнаймыз, местныйда қабылдайды. Наяқ келеміз, наяқ қабылдамайды. Біраз уақыт өтті содан. Мысалы, Тараз 2000-ді ойнан, ең бірінші выездім. Тараз 2000. Тараз 2000-ның ойыншысы ба сонда? Ойыншысы болғанда айтқанда массовка ол кезде 2011 жылы бірінші курсым өзім. Ағаларым айтады, келесі ойынға барасын дейді, местныйда ойынды көреді, алып кетеді, қуанышында шегі жоқ, за свой счет келемін мен еще ол кезде. Сол кісілердің қасында жүріп, 2011-де ойнадым Тараз 2000, одан 2012-де Тараз жастар құрамасы примеркада ойнадық. Тоже келеміз, ары кетсе 1-4-ке дейін ойнаймыз, 1-4-те шығып кетеміз да. Постоянно келеміз, шығып кетеміз, постоянно. 2013 тоже Тараз 2000, 1-4-те шығып кеттік. Сөйтіп 2014 тоже келдік, ол кезде Тараз Астана деген құрама болып келдік. 2015 ойнаған жоқ, 2015-те қойып кеттім ғой. Жұмыс істеп, водитель болдым, ар жақта істедім, біраз жұмыс істеп тастадым. 5 жылдай ойнамай кеттім КВН, Жайдарман. 2020 жылы бас лигаға шақырды. Бас лигада шақырған жоқ, ойнап отырмын, бас лигаға шақырды. Кешіріңіздер. Бір сондай ұсыныс болды арамызда, балалардан барайық, ойнайық, бас лиганы көрейік депші, спонсор бар. Давай, барсақ барайық, 5 жыл ойнамағанбыз. Іште по-любому болады да, ойнаған келеді. Бас лигаға бардық, көрсеттік. Енді бірінші редактора Еркебұлан ағамызбен Марат ағамыз болды. Ұнады оларға біздің стиль кішкене. И солар, давай осы направлениеде көріңдер деді. Осындай шуткалар, саяси жоқ, біреуге тиіспейсің, өзің командаға әзілдер да. И сол кісілердің жолымен осындай. Добрый вечер! Перед вами команда с акцентом. Друзья, в прошлом сезоне мы играли и допустили много ошибок. И не допустить в этом сезоне те же самые ошибки, мы придумали новые ошибки. Арада жайдарман тастап кетуге не себеп болды? Не өліп қалды ма? Болды, бітті мен уже. Уже өзіне деген сенімділік болған жоқ та, жүре берем ба, қабылдамайды да, мысалы, анаяқа шығасын, жалғасын одан да. Қорқыныш болады, жұмыс істеу керек деген сияқты, ақша табу керек. Үйде көрмен әңгіме, қашан жүре бересің, саған нан бере ма, бите ма. Жұмыс істеуге тура келді, тастадым, бірақ по-любому кетемадым да, қанша жылдан кейін, мысалы, қайттан. Іштегі арманым бар ғой, по-любому, ойнағын келеді, көрсеткім келеді өзінде. Биыл шүкір, Аллаға шүкір, осы Жайдарман келіп, былтырдан негіз қызықтық, былтыр басталды осы формат жекпе-жек. Ұнады, давай келек деп осы сезон әйтеуір 3 бала бел болып келдік. Бастамасы жаман емес, жақсы қабылдап отыр. Рахмет. Жалпы редакторларға, бүкіл Жайдарманға қатысы бар адамдарға рахмет. Шынымен қалай жазасыздар әзілді?
өзінің гаммасы бар, оның 3 бала отырамыз, біз командада 3 баламыз, үшеуміз отырамыз да қуа береміз сондай темаларды. Ананы айтасың, мысалы, жаны жоқ нәрсені тірілтіп деген сияқты. Ортаға бір идея тастаймыз да, үшеуміз талап тастаймыз ғой, короче. Ана өзінің вариантын айтады, мынау өзінің вариантын айтады. Сөйтіп әйтеуір бір дүние шығып кетеді да содан. Хатико деген қалай неге айналып кетті андай? Жалпы Хатико деген любой шуткасына күле береміз ғой, жуалым. Сондай болып қалды енді, ләйім солай бола берсін. Достар, Хатико рэкетир кинофильміне түссе. Хатико. Негізі Хатико бір қызықта дейді, Хатико фильм мен өзім көрмеген. Жан жақта естіп алғанда балалардан андай күтеді хозяинан деген сияқты историясын білемін да кішігірім. Иә. И сонымен кетті ғой. Есімде жоқ бірінші қай шуткадан басталған ол. Бір рет кірді и сонымен ойын сайын тыға беруге айналдырып алдық та соны. Жуалы құрамасы десе қазір уже есіне хабарлағаннан бастап көрерменнің өзі болды күлем деп отырады ғой. Оған жету бір үлкен жалпы тәжірибе ма, әлде аяқ астынан келіп кеткен бір ұтымды ход па? Жоқ, тәжірибе жоқ. Қанша жыл жүрдік мысалы. Шынымен қабылдамайтын халық ондай біз фестивальға басынан солай болды ма? Команда ма? Стиль. Стиль. Менікі өзім сондай әзілдер болды ма? Иә. Менде өзімде сондай еді негізі. Мен осында алып келеміз, біз фестивальға келеміз ғой, например, фестивальға келеміз, редактурадан өтпей қаламыз, бірінші турдан өтпей қаламыз. Жеткізе алмайтынбыз да, халық түсінбейді деген сияқты. И бір момент өзімен өз кетті ғой. Балдар қай командада ойнады? Біз хабарлаушы Нұрсұлтан болашақ құрамасы деген команда ғой. Жоғары лигада ойнады 2016-2017 жылдар. Қасында Дәурен, он жағында жоқ қол жеретін бала бар ғой қасында. Сол Дәурен тоже сол неде ойнады. Нұрсұлтан екеуі болашақ құрамасында ойнаған. Ол кезде мен тоже Астанадан үйлеріне барам, бірге қуып, не істеп, бірақ ойнамайтын мен. Болды, ойнамаймын деп кеткен кезім ғой. Бірақ Құдай по-любому қосты да үшеумізді. Команданың бір дәмділігін кіргізген ол Жайдарманда тек сәлемдесу конкурсының қалғаны емес, қалғаны деп ойлайсыздар ма? Шындығын айтқанда, біз сол конкурсқа өзіміз, сол конкурста еркін сезіне аламыз өзіміз. Мысалы, үй тапсырмасы бар, басқа да конкурстар бар, ол қиын бізге. Үй тапсырмасын әсіресе жазу өте қиын. Егер үй тапсырмасы конкурс қосылса, ол әлсіз болып қалмайтын бет жуал үшін? Ол жағын нақты айтамаймын. Әлі сенімді емеспіз біз үй тапсырмасын қалай ойнап, представлять ете алмаймыз даже. Егер финалға шығып жатсаңыздар, финалда ол да әңгіме болады дейді ше, мысалы өзіміз қиялдап финалға өтіп жатсақ құдай қаласа деп ше. Не істейміз деген сияқты, домашка не істейміз, қалай жазамыз, сол жағын уайымдап қоямыз кішкене. Қазір таблицада нешінші орындасыздар? Осы 3 турдан кейін бірінші орында тұр. 8 очкомен. Енді жеке өзіңіз жайлы. Неге Қайрат үйленбеді? Білмеймін, уақыт өтіп кетті ғой, жүре бердік, таңдап қалдық ба, үшін тағы бір ендігі жыл үйленем, потом үйленем деп жүре бердім де, уақыт қалай өткен білмей қалдым шынымды айтқанда. И қазір уже кішкене андай болып қалды потом. Қыз таңдап қаласың. Мынау ұнамай қалады, или сен ұнамай қаласың, келіспей қаласың, и болып сөйлеспей кетесің, например. Қазіргі Қайраттың идеалы? Идеалы? Қыздан. Қарапайымдылық басы. Серден көреді мысалға, сіздің ойлайды, мен нормально осыған келеді кемді. Басы мен өзім үйде, екінші баламда, ағам бар, мен қарындасым. Мен үйде қалатын балам. Мен әке-шешемді сыйлап, мен әке-шешеме сіңісіп кететін адам болса, басы сол ғой. Андай негізінде однолюбпын, андай бір қызбен сөйлессем, көп қызбен жүрмегенде өмірде бір 5 қызым болған шығар, ары кетсем де жақсы сөйлесіп, араласып не істеген. Қазір мысалға ол әңгіме қозғалмай ма үйде? Қайрат болды қойсайды, үйленсейді. Шаршады, үйде көр. Олар шаршап қойды. Қанша жыл болды айтып жүремін, қашан. Бірақ биыл
мен папам әкем 60 жасы болды, 60 жас той. Сол тойда обещанием бар тоста. Биыл келін алып келем деп. Сен биылдан қалмай үйлену керек. Енді көрермен көбейіп жатыр. Көбейіп жатқан жоқ па жазып отқан қыздар, мысалы, кішігірім жұлдыз болып жатсыздар? Подписаться етіп жатыр негізі қыздар, нелер, бірақ былай жазып, не істемейді. Бір-екі қыз жазды, андай ойындарыңыз ұнады, сіздің фанатыңыз боламын деген сияқты. Қатты әсер етеді, ондай ішке, ондай күшті болып қаласың да, деп. Сосын зерттедім деңіз сол қызды. Қалай қарайсыз, жайдарманшы қызбен сөйлесу деген? Көп жайдарманшылар ол нәрсені дұрыс қабылдамайды. Жайдарманшы қызбен сөйлесу ма? Жалпы отбасы құру, үйлену. Білмеймін, маған жақсы сияқты, наоборот. Сен тоже түсінеді да, жақсы түсінетін адам болады да, наоборот. Выездарға кетесің, например. Кейбірісін достарым көп қой, үйленген, естеген, әйелдер звонап, істеп жатады да, мазылап, андай. Түсінбейді да, КВН-ді көбісі андай. Жібергісі келмейді, выездарға, например. Сол үшін андай. Сол қызбен сөйлессем, жайдарман түсінетін қызбен. Ол саған поддержкасын береді деген не да. Өзінің выездтарына жібересің? Бірге барам. Бірге барам. Басында түсінікті, енді жетістікке жете алмағаннан кейін отбасыңыз қарсы болды. Ал қазір қандай? Ой пікірі? Қазір негізі қарсы болды дегенде анам негізі шешем вообще қарсы емес. Наоборот, қашан болсын поддержка. Поддержкасын беріп жүреді. Давай балам деп. Әкем кішкене қарсы болды. Қазір ештеңе демейді тоже. Әкем уже айтып шаршады. Вообще ештеңе демейді. Ол кісілер естіп жатыр ма, көріп жатыр ма эфирларыңызды, жалпы қошеметке? Мамам жеке фанатым негізі. Әрқайсының өзі мама сондай болады шығар. Қатты балет етеді. Тараздағы ойындарға алып бардыңыз ба? Мамамды ма? Қазір не істемеймін, бұрында өзім ойнап жүргенде, қазір ойынға билет алып, залдан көріп отыратынмын. Қазір алып бару керек сияқты. Қазір Құдай қаласа Таразда болса. Астанаға егер финалға шығып жатсаңыз? Финалға шығып жатса көреміз, болашақта ой бар онда, алып келіп залдан көргенге не жатсын, по-любому. Есен ағамен бір ниет берейді. Ұмытып қалдым қай жыл местныйдың ойыны, ол кезде Есен аға өзі жүргізіп, редакторантты өзі алатын. Сіздерден? Қай ойын екенін ұмытып қалдым. 2014 жылдары, по-моему. Сол ойында редактурадан бәрін қырқып тастайды. Далаға шығып, өзіміз сөйлесіп тұрамыз да, олармен. Мен боқтап қоятын жерім бар. Негізі Есен ағаны емес, Есен ағаны боқтаған жақты болып қалдым да. Сондай бір ситуация болып қалды. Есен аға тура қасымызда тұр екен да. Балалар андай Есен аға қарап қаламыз, жаман қарап тұр да Есен аға. Тура сол кісіні боқтап отқан жақты болып қалдым да мен. Сол кезде андай біртүрлі болып қалғанмын. Содан бері енді ғой қазір Есен аға кішкене не істеп алдым да. Содан бері андай бір маған жаман қарайды сияқты болып қалды да Есен аға. Басқа көз қарап. Іште бір ой пайда болды сондай. Бірақ ол кісі қарамайды. Сөйтіп ұялып жүрген нем бар еді. Кешірім сұра енді. Біз разы жерде бір Есен аға, сізге қатысы шығатын олды. Ол сіздің балаңыз емес, ол халықтың баласы. Балам! 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 Қалай бұлай, бәріміз дауыс беріп едік қой, балам! Осы жайдарман бір көмегі маған айтпақшы, бір фирмаға жұмысқа кірейін деп отырмын. Резюме не өткіздің, собеседование жаңағындай нелер болды өзінен, СБ деген сияқты. Сол собеседованиеден кірем, айтады, кіріп баратқанда ше, ол кісі қатал, дұрыс сөйлемесең не істейді. Көп адам қабылдамайды деп ше, андай өткізбейді неден. Мартөбе келді, кірем, енді ақша табу керек қой. Жұмысқа кіру керек, кірем, отырады, бәрін қабылдайды, там қарап отырады. И ана кісі айтады, мен резюмеге КВН ештеңке жазған жоқпын да. Қарап отырады да, вы же КВНчик дейді да маған. И мен түсінбеймін, ол кезде андай не жоқ, Бастигада, нақта ойнамаймыз өзі, қойып кеткен кезім. Қалай мені танып қойды деген әңгіме де, орыс кісі анау, қалай жайдарманды қалай көреді деген сияқты.
Сөйтсем ол кісі біз 2012 жылы ма Таразда ДВД бар ғой, полициялардың басқармасының несінің бастықтардың корпоративі болды. Сол корпоративқа біз бір не істеп береміз ғой, бір ойындар ұйымдастырып, короче. Сол кезде есте қалып кеткен екенбіз да, ана кісі сол алып жүрді бізді, біз жалдап мынаған аудио не істеп бер деген сияқты. Қызықты оқиғалар, типа соның бәрін істеп береміз. Ол кісі бізге ештеңе бермейді ол кезде, шашын рахметін айтады. Біз жасша неміз ғой, екінші курс оқимыз. Сол кезде есінде қалып кеткен екенмін да ана кісінің. И сол кісі мені танып, сол жерде мен ол кісіні танымаймын, ол кісі мені танып қойып, қанша жыл өтіп кетті арасында, 7-8 жыл өтіп кеткен кез. Сонымен қандай қызметке кіргізді? Кірдім жұмысқа. Сауда жағында да, торговый представитель деген, сол жұмысқа кіріп, бірақ бір ай істедім ол жұмыста. Көп істеген жоқпын. Негізі қандай мамандық бітіргенсіз? Мен эколог бітірген, экология. Ол қазір явно мамандық бойынша жұмыс істейсіз? Қазір қандай жұмыс істейсіз? Қазіргі уақытта ешқандай жұмыс. Мен алдында таксауда едім, Яндекс такси бар ғой. Өзім қаламда, Таразда Яндекспен таксауда жүрмін. Қазір машина жоқ. Тани ма? Танып ататын болады адамдар, кейбіресі КВНчик емессің ба, анау емессің ба десе. Танып атады, рахмет. Да қойыңыз. Бір жоба қылып жүрмейсіз, камера қосып қойып? Негіз бар ойда, ойлап қойым, кейде сол таксаға дейіп жүршін, осылай түсіре бермеске деп. Ол үшін камера аласам, құдай қаласа. Әңгімен жинап қысып. Таксиде қандай қызық болды? Мен зорлама деген жағдай болған жоқ па еді? Жоқ, қандай жоқ. Таксида лақтырып кеткен адамдар бар, неше түрлі адам көресің, таксида дейіп жүрсің негіз. Қазір кремді алып шығам дейді, досым мен жоқ қой. Білет сондай болады, магазин кіреді, брат, ақшаны майдалап алып шығам. Негіз таксиға деп келатырмын, отырады. Общение ішіне, іш бауырына кіріп кететін адамдар ғой, Мұрат Әбілді айтады ғой, тілі 2 метр деп ше. Спартивке сондай бала екен, общаться етіп келатыр. Келдік, болды, магазин кіріп алып шығып берем дейді ғой. Магазин кіріп кетеді, отырмын, жоқ қанау. Жынды ма, қағы кетіп қалып деймін ғой, артынан магазин кірсем, короче, андай дом ғой, жилой. Ана магазин арғы бетінде шығып кететін есік бар екен да, мен хотя бы айтып кетсе болады деймін, уақытым жоғалтпайтынша. Төлемеймін деп па? Біраз күтіп қалдым, отыра бергенмін, қазір шығады шығар, очередь па бір бөле деп ше. Кірейін де кірсем, арғы бетіне шығып кеткен. Сөйтіп бір лақават етіп қалғаным бар. Одан кейін болмады ма ондай? Лақтырып кеткендер көп болды негізі, қазір сал жерем деген сияқты ше. Соткам отырып қалып, мен жазып алайын, бір бәле дейтіндер. Оны ештеңе демейсің оны. Нәтиже қандай? Биылғы жоспар қандай? Биылғы жоспар, құдай қаласа барымыз саламыз. Өтінді отырсақ, до конца барамыз. Бізде қатты бір чудо отырса, чемпиондыққа дейін. Неге болмасқа дейін да? Любой команда болады негізінде. Қатты айналса, ішінде сенім болса, жүрегі таза болса, ниеті болса, бәрін істеуге болады екен. Соған көзіміз жетіп отыр да қазір. Кімді қарсылас деп санайсыз жалпы? Кімнің материалы группада қорқыныштылау? Группада? Біреуді бұлай сыртып сау болмайды. Бәрі, любой командадан любой нәрсе күтуге болады. Бірақ біз қатты күткен ойын, осы SU-мен ойын болды. Алатау SU-мен. Екеуі де залда драйвпен ұстап отыратын команда, қайсысы қандай жеді? Мықты болды. Екі командаға да рахмет айтқым келеді. Ойындарыңыз керемет. Алатау SU. Егерде осы ойынмен осыған дейін шыққан командаларға қарсы шықсаңыздар, 4-0 алатындарыңызға күмәнім жоқ еді. Бірақ сіздерден кейін машина уничтожение шықты. Не істеп әзіл жазасыңдар сендер, жалпы? Ұтып кеттіңіздер, 3-1 ұттық. Сіздер бірақ кіммен неше болып қалдыңыздар? Европолис. Европолистан тоже көп адамдар бұлай күтпейді да, например. Бірақ мықты ойнайды ол жігіттер. Жалпы Европолистің ойынын көріп, қазір жуалға қиын болады ау дедім. Сөйтіп жуал шықты да, жалпы қазылар алқасына қиын болып жатыр қазір. Кімге ұпай санын береріміз білмей тұрмыз. Енді әзіл сапасы бойынша Европолис басым болса, күлкі деңгейі бойынша жуалы басым болып тұр. Жалпы нәтижесіне келісесіз ба? Келісем.
Ол бәрі справедливо болды. Басында біз ұтылып қалмасақ деп қорқып тұрдық. 3 евро болып қала ма деген сияқты. Өйткені Европолис шықты да потолок қойып тастады. Бірінші шығып, үйтіп айырып тастау деген аз ғой ондай команда. Қазылар алқасы. Жалпы жайдарманда кімдер баға берген дұрыс? Сіздің өзіңіздің ойыныңызды кімдер бағаласа дұрыс бағалайды деп ойлайсыз? Жюриде кімді көргіңіз келеді мысалы? Сіз ойнайтын кезде. Еркебұлан ағамды көргім келеді. Марат ағамды көргім келеді, Достаев. Құрман, Нұрсұлтан Құрман өте жақсы әділғазы екен. Біліп отырады, шөт қанша болғанын сезіп отырады. 3-0 болып отырса, 1 ұпайдың аяққа беру керек деген сияқты. 3-1-дің ойыны болды деген сияқты. Санап отырады да. 4-ші жюри білмеймін. Любой адам отыра бергенде болады. Любойны айырамыз. Бұйыртса. Құдай қаласа, иә. Жастарға ақыл кеңесіңіз? Жастарға, жайдарманшыларға, талмаңыздар. Бізден болмайды, битеді деген ізденіс керек. Өзіңді іздеу керексің, өзіңді таппағанша жұмыс істей беру керек. Әйтеуір ол 10 жылда келе ма, 5 жылда келе ма белгісіз, просто ізденісте болу керек. По-любому ол сен жемісін көресің. Өзіңді таппағанша сен жұмыс істемесең, ол өтірік әңгіме. Если өзіңді тапқанша іздене берсең, ол по-любому шығады екен да, бір тауып аласың өзіңді. Жуалы құрамасы неше жыл кетті? Құралуына ма? 2020. Жалпы жуалда ойнайтын балдардың жайдарман жолын бастағанмен осындай бір танымалдылыққа ие болған уақыт аралығы неше жыл кетті? Бастағаннан бастап, 13 жылдай кетіп қалды ғой. 13 жыл бойы тек осы төңіректе ойланып жүрдіңіздер ғой. Арасында енді болып жаңағы 2015-2020 деген не істемей кеткен кездерші, ойнамай кеткен, бірақ алыстамайсың, ана командаға барасың, мына командаға барасың, жайдарманнан алыстаған жоқпын да. Жалпы жуалы құрамасы бірақ 2020 жылы құрылды ол. Бас лигаға баратын кезде Сакцентам деген команда болып құрылды. Жуалының акиматы спонсор болды өзі. Сол лигада ойнап, биыл оқта ойнаған 1-2 бала жұмысқа кіріп кетті. Жан-жақта да біз қазір командада 3 бала бір-бірімізге жақын тұрамыз еще Таразда. Күнде жиналамыз. Неге ойнамасқа дедік та, ойнай берейік, давай. Түсінеміз да бір-біріміз қатып. Рахмет достар, сіздермен бірге болған мен Фұрқат Құрбанов. Амандықта жүздесейік.